Бәсі, біз деген сәби, осында екен ғой. Бұл оқиға рухы биік, ұлы дала төсінде дүниеге келген алып бала туралы болмақ. Қане көрейікші бізде. Мына бала алыпқа ұқсамайды ғой өзі. Бәсі, біз деген сәби, осында екен ғой. Қанеки. Өзім секілді палуан болайын деп тұр екен. Олай болса, сенің атың... Әке, сіз бедіңіз? Кешіріңіз, жол сіздік әрине. Бәрекелді. Атасы секілді палуан болайын деп тұр екен. Ендеше сенің атың Мұхан. Ала ғой, алайын, үше ғой, жарығым. Қарны ашып қалыпты. Ой, тағалып келейін. Үше ғой. Батырлардан туған анадан, ақындарда туған анадан, батырдына барша қазақтың, келдім мәне ғажыптың, айналайын сендей балақтан. Тәңір берген көші бойында, жеңістерге жету ойында, білектіге басын имей, жауырыны жерге тимей, армандарға алда ұмтылар. Көрсететін жігері, қайратым менде, айбатым менде, қорғай білген туған елі, аңызға толы бабалар жолы ораны. Арада 2 жыл өтті. Мұналар есейіп қалыпты ғой. Демек 3 жыл өткен. Бірақ бұл кезеңде айтарлықтай қызық болған жоқ. Міне, осы жастарында біраз қызықты оқиғалар болды. Мұхан, қорадағы қойларды өріске айдаңдар. Кеттік, Мұхан. Болсаңшы. Шу қошқарым. Мұхан, қош! Бұл не? Мәссаған.
Yürüsün, şürsün. Жаттығуда қандай қиын болса, айқаста сондай жеңіл болады. Ел Мұқан, ағаш аралаймыз. Мен ағаш жарамын. Әкел, мен көрейін. Сен сияқты күшім болса. Ал қане, қызықты сәттерін көру үшін тездетіп өткізіп жіберейік. Кешіріңіздер, арада тағы да жылдар өтіп, Мұқан ер жетті. Енді оның халық аузында жүрген ерекше ерліктеріне куә болайық. Енді не істейміз, Мұқан? Білмеймін. Ауыл әлі алыс. Ай, далада қасқырға жем болатын болдық ау. Көмектесіңдер! Ей, кім бар? Көмектесіңдер! Мұқан, сенімдісің бе? Ағайындар, сыртқа шығып біздің күшімізді көріңдер. Мұқан екеуміз шөпті де, аттарды да аман алып қалдық. Міне, көріңдер. Тфәй, тіл көзім тасқа. Баяғының батырларын көргендей болдым ау. Рахмет саған, Мұқан. Әрі қарай мен өзім барайын. Әкем көріп қойса, ұрсып жүрер. Жарайды, көмектескенде тұрған не бар? Ұрса қоймас. Мұқан! Мұқан, қайдасың? Мұқан, қайдасың? Мұқан, қайда жоғалып кеттің? Іздемеген жерім жоқ. Тыныштық ба? Тыныштық болса осылай сабылып іздейін бе? Сені Байекең сұрастырып жатыр. Не үшін? Байдың үлкен бұқасы өзендегі батпаққа батып шыға алмай жатыр екен. Бүкіл ауыл жабылып шығара алмады. Оның маған қатысы не? Сен ең қызығын сұрамадың ғой. Тағы не? Бұқаны шығарған адамға Байекең бір қошқар берем деді. Онда кеттік. Арқаптар! Қане тар әне! Арқаптар! Ал қане, қар! Арқаптар! Ал, көрсет өнеріңді.
Sen жөнүндө көп естуші едім. Енді көзімен көріп тәнті болдым. Отардан қалаған қошқарыңды таңдап ал. Ал өзің ертеңнен бастап менің ат қосшым болуға қалайсың? Мен білмеймін. Мұхан келісті. Олай болса, ертең қалаға жолға шығасың. Екеуміз Мұханды қалай суырып алдық, я Мұхан? Енді қошқарымызды таңдап алайық. Иснай, не де болса бір тоятын болдық. Бақ жүркінің дәмісін ай. Өй, Мұхан, мұның не? Расында да дәмді екен. Жарайды, кішінап ал, ертең қалаға жүреміз. Байекеңнің жұмысын бітірдік. Енді ауылға қайту керек. Мұхан, қалаға күнде келе бермейміз ғой. Сәл-пәл арлап көрейікші. Әне, анда бір қызық болып жатыр. Жүрсеңші. Көрген дарманда, көрмеген дарманда. Цирк, көрген дарманда, көрмеген дарманда. Әлемге әйгілі сиқыршылар, балуандар мен аттың құлағында ойнайтын шабандоздар, клоундар мен сүйегі жоқ гимнастика шеберлері. Келіңіздер, көріңіздер. Циркке қош келдіңіздер. Естідің бе? Балуандар өнер көрсетеді дейді. Палуандар? Оған ақшамыз болмай тұр ғой. Ей, бір мәнісі болар. Көзімізді қиығымен болса да көрейікті. Мына жерден ештеңе көріп жарытпаспыз. Бір жолын табу. Келесі тамашалайтындарыңыз орасан зор қара күштің иесі, Сібірдің қоңыр аюы Иван балуанның өнері. Қарсы алыңыздар. Менде бір ой бар. Жүр кеттік. Аю десе дегенде екен. Ақ шіркін күшін ай.